Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода таңғы асқа өте керемет тез дайын болатын және дәмді шығатын осындай сигара бөрегінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: сыр қажет болады. Мен моцарелла сырын алдым, және де осындай дөңгелек лаваштар, 2 жұмыртқа қажет болады. Лаваштарымызды 3 бұрыштап біз кесіп алатын боламыз. Мен 5 штук осындай дөңгелек лаваш алдым. Өз қалауларыңыз бойынша 2-3 штуктан жасасаңыз да болады. Осылай мінекей лаваштарымызды 3 бұрыштап кесіп алатын боламыз. Осылай мінекей кесіп алдық лаваштарымызды. Енді ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына осы сырымызды қазір бөлшектеп, соломка қылып кесіп алатын боламыз. Менде сыр осы моцарелла сыры. Осылай мінекей соломка қылып кесеміз. Сырымызды кесіп дайындап алдық. Енді бір шұңқыр ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып, үстіне бір шымшым тұз салып, жақсылап біркелкі қылып айландырып, араластырып алатын боламыз. Тұзымызды салдық, шаншқымыздың көмегімен біркелкі қылып, жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алдық. Енді лавашымызға біз сырымызды салып, бөректерімізді орайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей сырымызды шетіне қойып, осылай дөңгелектеп біз лавашымызға орап шығамыз. Және де шетін бұрышын төмен қаратып қоямыз. Сонда біздің лаваштарымыз ашылып кетпейді қуыру барысында. Қалған бөректерімізді осылай дөңгелетіп жасап алатын боламыз. Сырымызды осылай ортасына қоямыз. Қалған лаваштарымызды осылай айналдырып дайындап аламыз. Біз бөректерімізді қуыратын боламыз. Табамызды отымызға қойып, үстінен азырақ сұйық май құямыз. Сұйық майымызды және қыздырып аламыз. Осы бөректерімізді біз жұмыртқамызға батыра отырып, қызып тұрған майымызға салып, 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Бөректерімізді осылай жақсылап аунатып аламыз. Майымыз қатты қызып кетпеуі қажет. Орта отта қуырамыз. Біздің ішіндегі сырымыз еріп, кішкене балқып жұмсаруы қажет. Неке осылай аз ғана майда қуыратын боламыз. Көп ұстамаймыз. 2 жағы кішкене қызарғанша шаншқының көмегімен кішкене аунатып тұрамыз. Осылай орта отта қуыру қажет. Осылай мінекей 2 жағы да қызарып дайын болады. Біздің бөректеріміз осылай тез дайын болады. Бөректерімізді майымыздан шығарып аламыз. Осымен біздің сигара бөрегіміз дайын. Астарың дәмді болсын, жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді болып шығады және жасалуы тез. Астарың дәмді болсын.